Әлия Денизбен бірге әуежайға барып, елден кетпек болады. Бірақ Жихан оның соңынан барып, касса алдында тұрған Әлияның шын мәнінде кеткісі келмейтінін байқайды. Ол бұл туралы ашық айтады. Алайда Әлия кеткісі келмейтінін мойындағысы келмей, екеуі тағы да сөзге келіп қалады. Ақырында Жихан оны тоқтатпайтынын айтып, тіпті төлқұжаттарын да алып қоймайды. Осы кезде Кая Зерринді көруге барып, оның басқа адамға тұрмысқа шыққалы жатқанын біледі. Бұл жаңалық Каяға ауыр тиеді. Ал Садақаттың денсаулығы кенеттен нашарлап кетеді. Әлия мен Қадыр оны ауруханаға апарады. Сол жерде Садақатты жаңа дәрігер Угур қарай бастайды. Кейін Угур барлығын өз әкесімен таныстырады. Белгілі болғандай, оның әкесі Садақаттың ескі танысы болып шығады. Бірақ Садақат бұл тақырыпты қозғауға жол бермейді. Көп замай Садақат пен Жихан Кая мен Нареге көптен жасырылған шындықты айтуға мәжбүр болады. Ол Боранды Хасанның емес, Эжмелдің ұлы екенін мойындайды. Мине ауруханада Әлияны қайта көргенде қатты таң қалады. Ал Наре Каядан асығыс шешім қабылдамауын және Зерринге деген сезімін ұмытпауын сұрайды. Бірақ Кая Зерриннің басқа адамға тұрмысқа шығуына жол бергісі келмей. Осы уақытта Эжмел түрмеден қашудың жоспарын жасайды. Ал Жихан жаңа жүк жөнелтуге дайындалады. Бірақ тағы да біреу оның жоспарын сатып кетіп, жұмысына кедергі келтіреді. Бір күні Әлия Миненің үйіне қонаққа барады. Бұл олардың қарым-қатынасының біршама өзгергенін көрсетеді. Кейін Нергесле қалашығында тұмау індеті тарай бастайды. Әлия дәрігер ретінде ерікті түрде көмек көрсету үшін сол жаққа баруға шешім қабылдайды. Жихан да оның артынан бірден барып, ерікті ретінде жұмысқа кіріседі. Екеуі бірге науқастарға көмектесіп, ауыл тұрғындарын емдейді. Алайда көп ұзамай Жиханның өзі ауырып қалады. Оның қызуы көтеріліп, жағдайы нашарлайды. Сол уақытта індеттің таралуына байланысты қалаға кіріп шығатын жолдар жабылады. Әлия Жиханның қасында қалып, оны емдеуге кіріседі. Бұл екеуінің арасындағы жақындықты бұрынғыдан да арттыра түседі. Ал басқа жақта Шахин әкесі Эжмелдің қашып кетуіне көмектеспек болады. Мұны білген Наре Эжмелдің қашуына жол бермей, полицияға хабар береді. Осыдан кейін Шахин оған қатты ашуланады. Ол Нарені өзін сатып кетті деп есептейді. Біраз уақыттан кейін Садақат келіп, Наре дұрыс жасады деп адамдарына айтып, Шахинді Наренің көз алдында аяусыз сабайды. Дәл сол сәтте Кая келіп жетіп, төбелесті тоқтатып, Шахинді құтқарып қалады. Жихан ауырып жатса да, Әлияның туған күніне сыйлық береді. Әлия Жиханның берген алқасын мойнына тағып алады. Ал Мине Жиханның Нергеслеге Әлияны алып қайту үшін кеткенін білгенде қатты қызғанып, ашуланады. Ол Жиханның Әлияға деген сезімінің күшейіп бара жатқанын сезеді. Келесі күні таңертең Садақат Нергеслеге келеді. Сол жерде ол Әлия Жиханның қасында ұйықтап жатқанын көреді. Бұл жағдай оған мүлде ұнамайды. Ол екеуінің жақындасып келе жатқанын байқайды. Осы уақытта Эжмел Зерринді ағасы арқылы қысым көрсетіп, Седатқа үйленесің деп мәжбүрлейді. Көп ұзамай Зеррин Нареге келіп, Шахиннің бұрынғы әрекеттерінің себебін түсіндіреді. Оның айтуынша, Шахин оны Седатқа күштеп тұрмысқа беруден құтқару үшін ғана солай әрекет еткенін айтады. Седаттың анасы Фидан мен Зерринге келіп, осы аптада үйлену тойы өтетінін және кешке ресми түрде құда түсуге келетіндерін хабарлайды. Бұл жаңалық Зерринді одан сайын күйзеліске түсіреді. Ал Угур әкесінен қызық шындықты біледі. Көп жыл бұрын Садақат күйеуінің ағасынан жүкті болып қалған кезде дәрігерге кеңес алуға барған екен. Бұл өткеннің құпияларын қайта қозғай бастайды. Шахин болса ру ақсақалдары мен ықпалды адамдарды жинап, енді Альбора әулетінің басшысы болғысы келетінін мәлімдейді. Ол Жиханның орнын басып, билікті өз қолына алуды көздейді. Бір күні Угур Әлиямен кофе ішіп отырып сөйлеседі. Әңгіме барысында ол Жиханның әкесі туралы сұрақтар қояды. Әлияның жұмысына келген Жихан оны Угурдан қызғана бастайды. Зерринге құда түсу рәсімін естіген Кая оның үйіне барып, үлкен жанжал шығарады. Ақыры төбелес басталып кетеді. Сол кезде Жихан келіп, Каяны алып кетіп, жағдайды ушықтырмай тоқтатады. Осы арада Жихан мен Миненің қарым-қатынасы да нашарлай береді. Екеуінің арасы бұрынғыда емес екені анық байқалады. Кейін Жихан мен Шахин кездеседі. Шахин оған мәміле ұсынады. Егер Жихан белгілі бір жерді оған берсе, ол өз адамдарының арасындағы сатқынды айтып береді.
Бірақ Жихан бұл ұсыныстан үзілді кесілді бас тартады. Ақыры Зериннің ұзатылатын күні де келеді. Бірақ Кая сүйген қызынан айырылғысы келмейді. Сондықтан ол тойға жасырын келіп, Зеринді алып қашады. Әлия тағы да Миненің үйіне барады. Мине жүрегінде сақтап жүрген сырын ашады. Ол өзінің көптен бері отбасылы ер адаммен қарым-қатынаста екенін, үнемі жасырын кездесіп жүргенін айтып мұңаяды. Кенеттен есік қоңырауы соғылады. Әлия барып есікті ашады. Келген адам Жихан еді. Жихан да есікті Әлия ашқанын көріп, ыңғайсызданып қалады.